Уксуссыз, кантсыз, аспиринсиз табигый дәмін сақтай отыра огонек, аджика, ащысын аз салса сацебели соусын рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бізге жуып тазаланған помидор, болгар бұрышы, чеснок, петрушка және ащы бұрыш керек болады. Алдымен болгар бұрышы мен помидорды мясорубкадан өткізіп аламыз. Одан кейін араластырып отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып 30 минут орташа отта қайнатамыз. Келесі чеснок пен қызыл ащы бұрышты блендер болмаса ет тартқыштан өткізіп аламыз. Блендерде жақсы езілу үшін қайнап тұрған соустан 1-2 ожау алып құямыз. 30 минут өткеннен кейін жаңағы езіп алған чеснокты қосып, араластырып, барлығын 10 минут қайнатамыз. Ең соңында уақыт өткеннен кейін петрушканы ұсақтап масса қосамыз, дәміне қарай тұз салып, араластырып 1-2 минут тұзы ерігенше отты өшірмейміз. Дайын болған соусымызды стерилизациядан өткен банкаларға құйып, бетін жауып, салқын жерге қойып қоямыз.